алыстан жақыннан келген баршамыздың қадамдарымызды Алла сауаптан жазғай. Қасиетті мешітке қандай мақсатпен, ниетпен келген болсақ, Алла Тағала сол мақсатымызға, ниетімізге жеткізген иншалла. Біздер өткен дәрісімізде екінші халифа Омар ибн Хаттаб радиаллаху анху жайында өткен болатынбыз. Бірақ тағы екі мәрте өтеміз деп айтқан едім. Бірақ қарап отырсам, 2-7-тегі осы дәрісіміз кейде болмай қалып жатыр. Оның себептері бар, бауыр айып қойып жүрмейсіздер. Кейде сапарда боламыз. Соған байланысты кейде жамаат қайтып қойғаннан кейін ыңғайсызданып қаламын кейде. Осылай жүре берсек, біраз сахабаларды өту ұзаққа созылатын секілді, соған мен ойлап, мүмкін бір дәрісімізде бір сахабаны өтіп отырсақ, қысқа нұсқа болса да, қалай ойлайсыздар? Жақсы. Онда бүгін үшінші халифа кім? Осман ибн Аффан радиаллаху анху жайында өтеміз. Енді ғұламалар ол кісінің жайында нерде бір 10-нан аса 13-14-ке жеткізіпті, бірнеше сол кісі жайында бір нәрсе айтылған екен. Соны бүгін бірнешеуін өтейік, Алла нәсіп етсе. Келесі Алла қаласа кімді өтеміз? Али радиаллаху анху. Өткені біз неге оны айтып жатырмын? Шыны керек, сол 4 сахабаны көпшілігіміз танимыз, аттарын қайтабы. Бірақ басқа сахабалардың кейде аттарын да білмейміз. Айтпаса Расулаллах Алла рахматына кеткен кезде көптеген мыңдаған сахабалар тірі болған еді. Расулаллах Алла рахматына кеткен кезде. Оны көпшілігіміз кейде аттарын да білмейміз, қандай адам екенін де танымаймыз. Сол себепті бауырлар өзіме дұрыс көріп жатырмын. Мүмкін шама шарқымыз келгенше әр дәрісімізде сол бір сахабаны өтіп отырсақ иншалла. Енді жаңа ғұламалардың айтқаны бойынша Осман ибн Аффан радиаллаху анху жайында 10-нан астам мәселе көтеріліпті. Соның біріншісі ол кісінің бойындағы артықшылығы, деңгейі. Ал-фадилатул ула тазавважа би бинтайни мин банат Расулуллах алейхиссалам. Ол кісінің ең бірінші артықшылығы басқа сахабалардан, ол кісі адамзаттың асыл тажы пайғамбар алейхиссаламның 2 қызына үйленген. ولا يعرف وقال العلماء ولا يعرف أحد تزوج ببنتي نبي غيره ولذلك سمي ذي نورين. Ғұламалар бір ауыздан айтқан екен, оның алдында да ондай болған емес. Яғни бір пайғамбардың 2 қызына үйлену алдын болмаған. Осман ибн Аффан радиаллаху анхудан кейін де ондай болған емес. Осы жағымен де ол кісі тарихта қылған адам. Қалай болған? Пайғамбардың 2 қызын алған. Әрине білесіздер, оны фиқта өттіңіздер, шариғат бойынша бір мезетте апалы сіңлілі кісілерді бір мезетте некелесу харам болады. Болмайды ондай. Айырылысып кеткеннен кейін де екіншісін алуға болады деген ғұламалар, бірақ абзалы алмаған жақсы деп айтқан. Мысалға әпкесімен тұрмыс құрды, кейін екеуі айырылысып кетті, тірі әпкесі. Енді соның балдызын алып жатыр. Мысалға сіңлісі алуға болады шариғат бойынша. Бірақ ғұламалар не деп айтқан? Алмаған абзал деп айтқан. Не үшін десе, апалы сіңлілер болашақта мүлдем араласпай кетеді, бір-біріне жауыз болып кетеді деген. Яғни екеуінің де тұрмыс құрған жігіті біреу ғой. Сол себепті 2 бауырдың ортасында жігіттер ондай амал жасамаңдар деп айтқан ғұламалар. Біреумен айырылыстың ба, екіншісінен жолама дейді. Ондай болмайды. Бірақ өмірден өтіп кетсе болады екен. Мысалы, бірінші апасы қайтыс болды. Расулаллахның қыздары да осындай болған еді. Пайғамбар алейхиссаламда қыздарын біріншісін алды. Ол кісі қайтыс болғаннан кейін екіншісін алды. Ол кісі де қайтыс болған кезде Расулаллах сол күйеу баласы ғой енді. Күйеу баласын жұбатып былай деп айтқан. Басқа қызым жоқ менің. Болса, және саған беретін едім деп айтқан Османға. Бауырым, сен сабыр ет. Мен тағы да қызым болғанда, мен оны саған сөзсіз ойланбай беретін едім деп Пайғамбар алейхиссаламның өзі күйеу баласына осындай басып айтқан. Бұл Осман ибн Аффанның радиаллаху анхудың несі екен? Бірінші бойындағы қасиеті. Пайғамбардың қызына ғашық болды. Ғұламалар осы жерден шығарады, демек бойдағы жігіттер ғұламалардың қызына ғашық болсын дейді. Қаридың қызына ғашық болыңыз, Құранды көтерген. Имамның қызына ғашық болыңыз иншалла. Дін жолында жүрген азаншының қызына ғашық болыңыз. Тым болмаса мешіттің қарауылы бар осы жерде. Сол кісінің бойжеткен қызы болса, соған ғашық болу керек. Өйткені жалпы дін жолында Алланың қасиетті мешітінде бауырлар жай адам жұмыс жасай алмайды ешқашан бұндай жерде. Бұл қасиетті, өте қасиетті орын. Бұндай қасиетті жерде Алланың сүйікті адамдары ғана жұмыс жасай алады. Сондай адамдарды Алла өзі таңдап алады. Алла ол өзі біледі кімді таңдайтынын. Сондай адамдардан шыққан ұрпақтар ешқашан жаманшылыққа бармайды.
Бәлкім Құран кәрімде Алла тағала айтқан, сендер өздерінің егетін егіндерінің жолымен келіңдер деген. Оны ғұламалар тәпсірде былай деп айтқан. Жалпы адам егін егетін кезде көрінген жерге егін екпейді ғой. Ол жердің суғармалы жері ескеріледі, ауа райы ескеріледі, егін ексем қалай болады ертең. Соның бәрін ескеріп барып, кейін сол жерге Аллаға тәуекел бісміллә деп егін еге бастайды. Дәл сол секілді сіз егініңізді егетін орынды таңдау керек екен. Ол әйел адам. Міне Осман ибн Аффан радиаллаху анху өте бай сахаба, өте сондай текті, бірақ кімнің қызына ғашық болды бұл кісі? Пайғамбар алейхиссалам. Әйтпесе уақытында сол пайғамбар алейхиссаламды дінді алып келген кезде көптеген адамдар жаман сөздер айтқан. Жетім, жалаңаяқ, әкесіз өскен, қандай ондай адам пайғамбар деген небір сөздер шығарған. Бірақ Осман ибн Аффан радиаллаху анху сол пайғамбар Алланың хақ жолында жеткізген жолында жүрген адамның қызына ғашық болды дейді. Міне ғұламалар осы жерден шығарады, осындай адамдардың қызына не болу керек екен, бауырлар? Ғашық болу керек екен. Ғашық болып жүре бермеу керек екен, алу керек екен бісміллә деп. Кәдімгідей белді буып, жақсылап тәуекел деп алу керек екен. Екіншісі, ол кісінің бойындағы қасиеті аннаху мина сабиқин ауалин ва ауал мухаджирин ва ахад ашратил машхуд лахум бил жанна ва ахад ситтатил лазина туфи расулаллаху алейхи салам. Және ол кісінің екінші деңгейі, абыройы, ол кісі исламды алғашқы қабылдаған сахабалардан бірі болған. Міне бізде сондай тарихта қалуымыз керек Алла үшін. Осы мешіт ашылғаннан бері алғашқы жамаат болып қалып кетіңіздер сіздер. Өйткені жүріп келмей қойып, кейін болашақта басқа жамааттар толтырады мына жерде. Сол кезде сіз айтасыздар, мен ашылуында болғанмын мына мешіттің уақытысында деп. Бірақ ешкім танымайды сізді. Бәлкім біз осы жердің жамаат болып қалыптасып кетуіміз керек. Кейін уақыт өте жастар, одан үлкен кісілер орта буынға аманат тапсыра бастайды көп мәселені. Орта буындаларда үлкен ақсақал болған кезде одан кейінгілерге аманат тапсырады, өсиет айта бастайды. Мына мешіт құрылғалы осы жердеміз біз. Ыстық суы бәрін өзіміз көргенбіз осы жерде. Деп кейінгілерге айтып отырған ондай жақсы екен. Сосын көп ауылдық жерлерде осындай дамыған, бірақ қалалық жерлерде әлсіреп тұр. Бір жамаатымыз бір келеді, содан жоқ болып кететіндер бар. Кейін бір қалада кездесіп қаламыз сол кісілермен. Сен ана мешіттің жамааты ма? Болған уақытында сол шаруа жұмыс қолым тимей кетті деп. Кім? Осман радиаллаху анху міне алғашқы жамаат болды пайғамбар алейхиссаламға. Исламда алғашқы дінге келген кісілерден еді дейді. Және ең алғашқы сол Алла үшін, дін үшін хижрет жасаған кісілердің бірі осы кісі. Эфиопияға пайғамбар алейхиссалам көшсеңдер болады деген кезде Осман радиаллаху анху сояққа көшкен. Кейін Мединеге хижрет жасады және алғашқы сол 10-дыққа кіреді. Расул алейхиссалам өзінің тірі кезінде 10 сахабаның аттарын атап тұрып, түстерін түстеп берген. Сол адамдар жәннатқа баратындықтарын айтқан. Соның ішіндегі біреуі кім еді? Осман ибн Аффан радиаллаху анху. Енді білесіздер, ол жәннатқа бару жай нәрсе емес. Осман ибн Аффан радиаллаху анхуның сырты қандай көрікті болса, іші одан да көрікті адам болған. Жан дүние, жүрек тазалығы бірінші орында тұрады бауырлар. Кейде біз сыртқы көрініске қатты мән бере бастаймыз, сақалымызды турлай береміз. Бірақ одан бұрын жүрек турлау керек. Жүрек тазалығы сол секілді Алланың алдында орын алып алдылар. Пайғамбардың алдында орын алумен қоймай, Алланың алдында да жәннатқа баратын 10 сахабаның тізімінде болды ол кісі. Және пайғамбар алейхиссалам өмірден өтер алдында 6 сахабаның аттарын айтып атқан, соларға разы болғанын айтқан. Расул алейхиссалам жанында ыстық күндерде бірге болған, не бір соғыс замандарында қиын сәттерде жанында болған 6 сахаба бірі осы кісі. Осман радиаллаху анху. Пайғамбар алейхиссалам жеке осы 6 адамға разы болып кеткен. Сол разы болып кеткеннің ішінде кім бар еді? Осман бар еді. Міне бауырлар, біздер сондай болуымыз керек екен. Дінде жүрген ұстаздарымыз бар, муфти хазіреттер бар. Бауырлар, солар бізді тану керек. Яғни біз оларға жақын жүруіміз керек. Солар өмірде өтерде бізге дуа өту керек. Сол ұстаздарымыз, муфтилар иншалла, қарилар мысалға да. Олар тану керек біздер. Осы ортадан шыққан имамдарымыз бар, ағаларымыз бар. Олармен жақын етене араласып кетуіміз керек. Олар өмірде өткен кезде біздің аттарымызды айтып дұға жасап кетсін иншалла. Сол үшін міне Осман радиаллаху анху бізге өнеге болды дейді ғұламалар. Пайғамбар алейхиссалам разы болған неше сахабаның тізімінде болды бұл кісі? 6 сахабаның тізімінде осы болды. Ол кісінің үшінші қасиеті руя ан расул алейхиссалам 100 хадис ва 46 хадисан. Осман радиаллаху анху сонымен бірге пайғамбар алейхиссаламнан
146 хадисті риуаят қылып кеткен адам болған. Қанша хадис? 146 хадисті. Енді ондай көп хадистерді білген бұл сахабалар. Бірақ соның ішіндегі 146 хадисті нақты білген. Қазір осы отырған көбіміздің сұраса, қазір 10 хадис мүмкін білесіз, мүмкін білмейсіз. Тізіп айтып бер десек, қазір ойланып екі хадис айтыңыз мүмкін, және оның басы жоқ, аяғы жоқ болып шығады сөздеріңіз. Әр жерден жұлып айтасыз. Осы естіген едім деп. Міне сахабалар пайғамбар алейхиссалам дәрісін жібермеген, сонымен қоса білімді де меңгерген бұлар. Өмірден өткенге шейін кейінгі табиғиндарға пайғамбар алейхиссаламнан осылай деп айтқан естіген едім. Уақад қала саллаллаху алейхи вассалам бастайтын болған сөзін. Расында пайғамбар алейхиссалам осылай деп айтқан естіген едім деп әңгімені бастайтын болған. Пайғамбар алейхиссаламнан сөзбе сөз жаттайтын болған сахабалар. Сөйтіп 146 хадис қазір мына ғылым байлығында соның ішіндегі 146 хадис Осман ибн Аффанның үлесінде жатыр бауырлар. Сол Осман ибн Аффан жеткізген сол 146 хадис қияметке шейін кетеді енді. Оның қаншама адамдар ұстаздар жаттап шәкіртке үйретті. Шәкірт те ертең ұстаз болып ол шәкіртіне үйретеді. Міне қазіргі күнге шейін ол келді, ол ғылым, ол қияметке шейін кетеді. Сол үшін Расул алейхиссалам айтқан, адам қайтыс болған кезде амал дәптерлері жабылады деп айтқан. Бірақ мынандай 3 адамның амалда ашылып тұрады дегеннің бірі не еді ол? Шәкірт қалдырып кетсе деген. Білім қалдырып кеттіңіз шәкіртте. Бауырлар, Лабағата мешітте міне қажетіңдерге Алла қуат берсін. Міне сіздердің нелеріңізге, жамағатқа ертең қияметте жүзім жарық болсын деп бүткіл жағдай жасалынды. Міне астарыңызда қазір теплый болды, ыстық жер рахаттанып сабақ оқып отырмыз. Қаншама осы Алматы қаласындағы Қазақстан Республикасының деңгейіндегі ұстаздар мен осы мешітте көремін. Оның бәрін бауырлар бағалауымыз керек. Жаңа Имекең имамдық өткен кезде аят оқыды ғой. Сумма юсалу йаумазин анин наим деген аятпен тоқтады бірінші ракатта. Оның мағынасы Алла Тағала айтады, ертең қияметте бүткіл нығметтен сұраласыңдар деген мағына. Сұраламыз бәрін ертең. Бүткіл нығмет бізде берілді, одан сұраламыз. Сол үшін бауырлар, біздер мына жерде әр келген кезде дұрыс уағыз бөлек нәрсе, дәріс басқа нәрсе. Уағыз болады десе көп жамағаттар жиналады, дәріс десе азайып қалады. Негізінде дұрыс уағызға асығу керек, бірақ дәріске одан да қатты асығу керек. Өйткені неге? Өйткені дәріс деген ол кәдімгідей жазып, оқып, жатталуы керек. Мен атын айтпай қояйын, өткен жыл Батыста болдым. Сол жерде менің алдымда сол бір өңірде бір ұстазымыз болып кеткен екен. Керемет уағыз болды деп айтты. Мен олардан сұрадым, не туралы айтты дегенім, керемет айтты деді бірақ. Анау ешекбастар деген керемет ұнады деді. Ешекбастар деген сөзі мына жақта сол ғана қалғанда жаңа жігіттің. Оның алдындағы айтқан аяттар, хадистер жоқ ешқайсысы. Сол ешекбастардан кейінгі сөздер ешқайсысы жоқ. Ол жерде тек неге ғана қалған мойнында? Білмеймін, керемет уағыз айттан ешекбастар деген сөз вообще мықты болды деді. Сол дәріс па енді сол не нәрсе ол? Бауырлар, міне Осман ибн Аффан радиаллаху анху хадисті кәдімгідей бұлар жаттайтын болған. Біз де соны жаттап жүруіміз керек. Міне кеше имам жұмада қанша уағыз айтады мына жерде, қанша хадис айтылады осы жерде. Жұма намазға келген кезде кішкене блокнотпен келу керек, жазып отырыңыз. Өйткені имамдар жұмаға жай шыға салатын жер емес бауырлар. Мынау минбар, бұл пайғамбар алейхиссаламның қасиетті орны. Ол жерге өте дайындықпен дайындалып шығады имамдар. Қанша дайындалады, кітап ақтарады, хадис қарайды, оның шархын қарайды, дайындалады соның бәрін. Дайындап әкеліп жамағатқа берген кезде жамағат оны не істеу керек? Қалқып, мүлкіп, ұйықтап отыруға болмайды мына жерге келіп алып. Жазып отырыңыздар. Сол кезде не болады? Біліміміз шыңдала береді. Иншалла оны кейінгі ұрпаққа міне Осман радиаллаху анху секілді айтып кетсек біздерде иншалла, соның сауабында біздің үлесімізде болады. Ол қияметке шейін сіздің аузынан шыққан сол сөз ұрпақтан ұрпаққа тарай береді. Бұл нешіншісі еді? Үшіншісі еді. Төртіншісі Уммуху Урвия бинт Кариз бинт Рабиа канат аммат Наби алейхиссалам ва бизалика нала фадл қурбата иля Расул алейхиссалам нала фадл сахр ва сахаба. Ол кісі анасы Урва бинт Кариз деген кісі, анасы Осман радиаллаху анхудың, ол кісі пайғамбар алейхиссаламның әпкелері болып келеді екен. Туыстық жағынан. Сол жағынан да пайғамбар алейхиссаламға алыс адам емес еді дейді. Яғни сондай әхіл байт деген нәрсе бар бауырлар. Әхіл байт деген пайғамбар алейхиссаламға қатысы бар адамдар бәрі жәннатқа барады. Қатысы бар адамдар.
Бесінші, ол кісінің абыройы, беделі, Қол ибн Исхақ, ауал нас исламан бада Абу Бакр ва Али ва Зубайр Зайд бин Хариса. Бесінші, ол кісінің абыройы дейді, ислам әлеміндегі мынау 4 адамнан кейінгі 5-ші дінді қабылдаған осы адам болған. Ислам әлемінде ең бірінші Абу Бакр Сиддиқ қабылдады дінді дейді. Одан кейін Али қабылдады, ер адамдардан, әйел кісілерден кімді қабылдады бірінші? Хадижа анамыз болған, оны білеміз. Ер адамдардан ең бірінші Абу Бакр дінді қабылдаған радиаллаху анху. Одан кейін Али қабылдады радиаллаху анху. Али жас бала болған ол кезде. Зайд бин Хариса пайғамбар алейхиссаламның үйінде Хадижа анамыз сыйлыққа оны ұсынған қызметкер жігіт болған. Кім есімі? Зайд бин Хариса. Алла қаласа бұл кісі жайында да өте бір нелер бар, өтеміз құдай қаласа уақыт келген кезде. Сол 4-шіден кейін 5-ші болып дінді қабылдаған Осман болған дейді. 7-ші ол кісінің абыройы, беделі, ауал ман хаджира минал муслимин илал хабаша би ахлихи ва лиза қала алейхиссалам инна Усман ла ауал ман хаджира илаллахи би ахлихи баъда Лут. Отбасымен ең алғашқы Алла үшін отбасымен көшіп кеткен отбасы осы болған. Ол жаңа хадис айтқан екен, пайғамбар айтқан Осман деген Лут пайғамбардан кейінгі ислам әлемінде екінші болды, осы болды, отбасымен Алла үшін көшіп кетті деген. Алла үшін. Көшу деген жай нәрсе емес бауырлар. Өткен Осман жаңа айтылдық, өткен жағдайы бар кісі, бәрі ода бар. Бірақ сондай Алла үшін әлсіз болған мұсылмандарға сапқа қосылып, солардың кішкене несін, еңсесін көтеріп, Осман да бар екен ғой арамызда деп, солармен бірге ілесіп, Эфиопияға көшіп барған осы кісі. Кім үшін болды бәршасы? Алла оның пайғамбары үшін, дін үшін болды бауырлар. Сол үшін жаңа айттық, қайда көшпей ақ қояйық, еліміз тыныш, Құдайға шүкір, дәріске келіңіздер бауырлар. Сахабалар Құдай үшін көшіп кететін болған. Көшіп кетсе бәрін тастап кетіп қалатын болған. Қазір бауырлар ешкімге кет деп айтудан Құдай сақтасын, келіңіздер деп келтіре алмай жатырмыз, сабаққа жібермеңіздер бауырлар. Өйткені мен кейде естіп қалам, бір шәкірттер орындар ауысып жаңарып тұрады дейді. Бір келгені сол кеткені мол кетеді дейді, оның орнына басқа біреу келеді дейді. Ондай болмау керек екен, бәлкім Алла үшін біздер дәріске келуіміз керек екен. 8-ші ол кісінің бойындағы қасиеті, абыройы, шахада лаху Расулуллах алейхиссалам аннаху кана ашбахун нас би Ибрахим алейхиссалам кама жаа Айша радиаллаху анха. Ол кісінің түр әлпеті Ибрахим пайғамбарға ұқсайтын болған. Дене бітімі, жалпы түр әлпеті. Бұл жайында Айша анамыз айтады, пайғамбар айтқан еді дейді. Ламма завважа Наби алейхиссалам ابنته كلثوم قال لها إن بعلك أشبه الناس بجدك إبراهيم وأبيك محمد. Сол Осман радиаллаху анху пайғамбар алейхиссалам Күлсүм деген қызын алған кезде, некесіне үйленген кезде, сол кезде пайғамбар алейхиссалам сол Күлсүм деген қызына айтқан екен. Қызым бақытты болыңдар, қосқаныңмен қосағар, сенің сол тұрмысқа шыққан жігітің деген сөзсіз ол сенің атаң болатын Ибрахим пайғамбарға ұқсайды, және әкең маған ұқсайды деп айтқан Расулullah. Яғни пайғамбар Ибрахим пайғамбарға ұқсайтын болған түрі, сол Ибрахимге кімге ұқсайтын болған? Осман радиаллаху анху. Бұл да пайғамбар алейхиссаламның Османға деген айтқан сөзі арқылы ол кісінің өте үлкен абырой, беделі болды дейді осы арқылы. 9-ші ол кісінің қасиеті, анна Расулуллах алейхиссалам أشد بحيائه فقد أخرج شيخا عن عائشة رضي الله عنها النبي عليه السلام جمع ثيابه حين دخل عثمان وقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. Ол кісінің 9-ші қасиеті Осман радиаллаху анхудың өте ұялшақ адам болған. Қандай адам болған? Ұялшақ адам болған айтты. Айша анамыз айтады, Абу Бакр Сиддиқ келген кезде үйге дейді. Расулullah жамбастап жатқан еді, қозғалмады орнынан дейді. Абу Бакр келді, жанына келіп отырып әңгімелесті дейді. Кейін бірнеше уақыттан кейін Омар радиаллаху анху келді. Расулullah орнынан тұрмады, осылай жата берді. Осман келген кезде пайғамбар орнынан тұрып, киімдерін туралап, өзін ретке келтіріп, Османды осылай қабылдады деді. Мұны байқаған Айша анамыз айтып жатыр, кейін бәрі кетіп қалған екен, сұрадым дейді. Алланың елшісі, Абу Бакр Сиддиқ досыңыз келген кезде қимылдамадыңыз, Омар келген кезде қимылдамадыңыз. Осман келген кезде бірақ орныңыздан тұрып, өзіңізді ретке келтіріп, киімдеріңізді туралап, неге осындай деген кезде пайғамбар айтты, «Ала астахи мин ражул тастахи минал малаика». Пайғамбар айтты дейді, періштелер ұялатын адамнан мен неге ұялмаймын?
Яғни Осман радиаллаху анхудан кім ұялатын болған? Періштелер ұялатын болған. Періштелер. Соны білетін Расул саллаллаху Османды көрген кезде қатты ұялатын болған. Өткен Осман өз ұялшақ адам болған. Білесіздер бауырлар, ұялмаудан Құдай сақтасын. Хадис бар, әл-хая минал иман деген хадис бар. Ұялу иманнан дейді Расул саллаллаху ұялудың өзі бұл мұсылман адамның бір қасиеті екен. Сол үшін ұят болады, қойындар. Ұят болады деген сөздің өзін көп қайталау керек екен біздің арамызда. Және сол сөзге бәріміз тоқтауымыз керек. Кейде сондай сөздерде қайталанбай жатыр, ұялмайтын жерде ұялып қалып жатырмыз, ұялатын жерде ұятсыз болып жатырмыз. Бауырлар, бәлкім ондай мәселеде өте ықтият болуымыз керек екен. Өте ықтият болу керек. Қазір біздерге міне, сіздер мен біздерге Алла субхана ва тағала осы мешітке келіп дәріс тыңдауды нәсіп етті. Енді біздер сол ұялу деген нәрсені сыртқа нұр ретінде шығып, адамдарға біздер өнеге болуымыз керек екен. Сол арқылы адамдарға да осы нәрсе нәсіп етсін иншалла. Жақында ғана бір желіден көріп қалдым, бір қарындасымыз шығып алып, мектеп қабырғасындағы балаларға мүше қап тарату керек деп жатыр. Тегін. Жүкті болып қалған қыздарымызды аборт жасауға өкімет соған тегін жасап беріп, соны заң қабылдасын деп бір ұсыныс айтты бір қарындасымыз. Кәдімгі шығып алып елдің алдына. Соны қолдап атқандары бар, қолдамай атқандары бар. Бауырлар, анан естіген кезде шыны керек кәдімгідей сондай бір арсыздыққа барған дейін Алла хидаят берсін қарындасымызға да, оны қолдап атқан кісілерге де. Бауырлар, бұнда ұят нәрсенің бәрін, бұл отан бәрімізге ортақ мәселе. Бұл болашақ, жастар біздің болашағымыз. Құдай сақтасын, мектептен онсыз да біз әлемде 4-ші орында келе жатқан екенбіз. Жаңағыдай не жасап қою жағынан. Аборт мәселесінде. Онсыз да жоғары рейтингпен келе жатқан оқушылар мектептегі. Енді жаңағыдай нәрсенің одан бетер заңдастырып берсек, онда не болады? Сол үшін дұға қылайық бауырлар, ондай заң қабылданған жоқ біріншіден. Біреулердің сандырағы ол. Ұсынып жатыр осындай. Қазір біз 21-ші ғасырмыз, біз қазір мүлдем заман басқа, қазір технология басқа деген сияқты. Бауырлар, ондай дұрыс, бірақ бәрібір рухани имандылық қияметке шейін қалған заңдылық мынау. Ұят болады деген нәрсе, бұл адамзаттың ең соңғы рейтинг болса. Қияметке шейін ұят болады деген нәрсе қалмайынша адамзат азғындыққа ұшырай береді. Сол үшін бауырлар, періштелер біздер ұялмай қойсын қазір. Біз қайта өзімізден өзіміз ұялайықшы қазір. Әкемізден ұялайық, шешемізден ұялайық. Өткенде бір жерде бір Бауыржан деген жігіт үйінен шығып кетіп, үйіне Маржан болып кепті. Не болған? Аты Бауыржан екен. Үйіне кім болып келген? Маржан болып кепті. Күлесің ба, жылайсың ба? Арсыздық деп қабылдайсыз ба, ұятсыздық деп қабылдайсыз? Қалай айтсаңыз да, Құдай сақтасын, біздің елімізде болып жатқан нәрсені айтып жатырмын мен. Жаңа айттым ғой, періштелер оған да жетерміз иншалла. Қазір өзімізден өзіміз ұялып алайықшы бірінші. Әкемізден ұялуды білейік. Анамыздың алдында, ағаңыздың алдында, жеңгеңіздің алдында, көршінің алдында, әрқайсымыз өзінің деңгейіміз бар ғой. Соны бауырлар, рухани жаңғыру деген қазір сондай бір жоспар айтылып, нақтыланып, сол бойынша көп жұмыстар жүріп жатыр елімізде. Мен ойлаймын, осы жағынан жаңғыру керек біздерге. Дамыған мемлекетке қосыламыз дегенімізбен, мына жақта да рухани азғындыққа ұшырап кетпеуіміз керек, Алла сақтасын. Бәлкім Осман сахаба секілді біздер бауырлар не болуымыз керек екен? Ұялу керек екен. Ең бірінші кімнен ұялу керек? Алладан ұялу керек. Алладан ұялғаннан кейін қалған ұялу деген нәрсе бәрі қалыпты орнына келе береді. Ұялу деген сызылып отыру деген сөз емес бауырлар. Айтатын жерде айтуды, ол да ұялуға жатады. Ақиқатты айту, сабырлық таныту, байсадылық таныту, құлшылықта мықты тұру, сол ұялу деген ішінде бәрі сол байлықтар бар. Біздер кейде ұялу деген сөздің өзін дұрыс түсінбейміз. Ұялу деген бүйтіп теріс қарап қалды ойлаймыз ғой, кірпіктер төмен қарап қалды дейді ғой. Жоқ, ол жүрекпен ұялу керек. Жан дүниеңізбен ұялуыңыз керек. Шынымен соны істеп қойғаныңыз бетіңізге көрініп кету керек ол. Іште ар жақта искра болған кезде ол бетіңізге шығады ол. Бірақ бетің бүлк етпестен бүйтіп тұрғаның ұялған емес ол. Ешқандай реакция жоқ қана жерде. Сол үшін бауырлар, ондай реакция болады қашан біз Алладан ұялған кезде. Алладан ұялып намазымызға мықты тұрайық иншалла. Өткен дәрісімізде айтқан едік, біздің елімізде 70% мұсылман дедік. Соның ішінде неше пайыз намазхан дедік? 5 мезгіл. Нешеу деп айттық? 3 деп отыр бауырымыз, қосып жіберді біреуін. 2%. Мамандардың айтуынша 2%
ләббайк аллахума ләббайк деп азанға жауап беріп намаз оқып жүрген 5 мезгіл. Неше пайыз екен елімізде? Мынау ғана. Қалған 68% жұмабайлар мен айтбайлар екен. Соларды ұялуға шақырайық бауырлар. Ұялу керек. Ол тек қана жұмамен шектелуге болмайды. Тек қана айт намазбен шектелуге болмайды. Соны адамдар қазір сұрастырып келсек, бізде танитын кісілер болып шығады. Көршіңіз болып шығады, досыңыз болып шығады, нағашыңыз болып шығады, жездеңіз болып шығады бауырлар. Оларға да осы нәрсені айтайық, Алладан ұялу керек. Алла субхана ва тағала күніге 5 мезгіл намазды бізге парыз етті ма, соны орындасаңыз, сіз ұялғаныңыз сол сіздің. Рамазан айы келді ма, оразаны ұстаңыз Алла үшін. Ұялғаныңызды солай дәлелдейсіз. Алладан ұялғандықтан біз соны істейміз. Ғұламалар айтқан, Алла субхана ва тағаланың тозағынан қорқып, харамнан сақтанып жатқанымыз жоқ деп айтқан. Алланың жәннатын дәметіп, намаз оқып жатқан жоқпыз деп айтқан ғұламалар. Қараңыз, Абу Ханифа айтқан, радиаллаху, намаз парыз болмағанда мен намаз оқыған болармын деп айтқан Абу Ханифа. Алла субхана сондай нығметтерді берген, оған шүкірлік деген нәрсе бар ғой деп айтқан. Сол намаз арқылы мен Аллаға шүкірлік айтқым келеді деп айтқан. Сол үшін бауырлар, Алла тағала біздерге және біздің ұрпақтарымызға Алла ұялуды нәсіп етсін иншалла. 10-шы қасиет ол кісінің ана Расулullah алейхиссалам башшараху бил жанна фи аксар мин марра. من ذلك ما ذكره البخاري عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان حين حوسر أشرف على الناس فقال أنشدكم بالله ولا أنشد إلا أصحاب النبي عليه السلام ألستم تعلمون أن رسول الله عليه السلام قال من جهز جيش الأسرة فله الجنة فجهزتهم ألستم تعلمون أن رسول الله عليه السلام قال من حفر بئرا روما فله الجنة فحفرتها فصدقوه بما قال وما ذكره الترمذي. Енді Осман радаханхуға жоғарыда айттық, ол кісі 10-дыққа кіреді деп айттық. 10-дықтар кімдер еді олар? Жәннатқа кіретін сахабалардың тізімінде тұр. Одан кейін 6-ға кіреді дедік. 6 кімдер еді олар? Расул алейхиссалам тірі кезінде өмірден өтер шағында 6 адамға разы болып кеткен адамдардың бірі еді ол. Енді бұл жердегі 10-шы қасиеті ол кісінің бойында пайғамбар алейхиссалам Осман радаханхуды содан бөлек бірнеше жәннатқа сүйіншілеген амалдарын жасаған адам осы болған дейді. Оған дәлел Бұхарида, Муслимде, Тирмизиде деген хадисті келтіріп жатыр мына жерде. Пайғамбар алейхиссалам сол жорық, отан соғысы деп айтайықшы, отанды қорғау соғыстар болды ғой біздің уақытында, ата-бабаларымызда. Сол отанды қорғау жорықтарында ғазават деп айтылады. Пайғамбар алейхиссалам қатысқан соғыстарда ғазават деген термин қолданады. Пайғамбар қатыспаған соғысты харб деп айтылады. Сондай ғазаваттардың бірінде пайғамбар алейхиссалам сахабаларын жинап, сөйтіп бәріне айтты. Кімнің жағдайы бар? Көмектесіңдер. Әскерге қаруландыруымыз керек, ат керек, қару керек, анау керек, мынау керек, оңай емес, жорыққа дайындалып жатыр сахабалар. Осы жорыққа кім көмектессе, жаңағы қалай жағынан болса да, сондай адамға Алла тағала жәннат нәсіп етеді. Кім көмектеседі деген кезде кім? Осман радиаллаху анху көмектескен екен. Енді қалай көмектесіз десе, былай деп келіпті Тирмизиде деген хадисте: Я Расулаллах, алейя миятин баир би ахласика ва ауқатиха фи сабилла. Сол кезде Осман бірден қолын көтерді: Я Расулаллах, 100 әскер мойныма аламын деп айтты. 100 адамды қаруымен, көлікпен бәрін мен қамтамасыз етемін деді. Yani 100 адам менің үлесімде, мен жазып қоя салыңыз деді. Сумма хадда алал айжайш фақола Осман. Кейін пайғамбар алейхиссалам: ой, бәрекелді Осман бауырымызға Алла разы болсын, 100 әскерді оңай емес қой, бір адамды қазір ішіне кіріп киіндіре алмай жатыр адамдар. Мектептің акциясында көп адамдар көмектесе алмай жатыр. Балаларға мектепке акция болады мешіттердің тарапынан. Бірақ бір адам, сахаба, 100 сахабаны қаруландырып, атпен, көлікпен, ол өте үлкен ақша ол. Мен Алла үшін дүниені алып бауырлар, Алладан дүние сұрау керек, қайырлы дүниені. Бірақ ол дүниені уақыт келген кезде оны жұмсау керек, сараңдық қылмастан. Жомарттық таныту керек. Өйткені Алла үшін ғой бәрі. Кейін пайғамбар алейхиссалам және қызықтырып айта берді: бауырлар, міне, және әскер бар ғой, адамдар бар ғой. Міне Алла тағала нәсіп етіп тұр, шанс болып тұр сіздерге. Кім сахабаларға көмектесіп, әскерге қару жарақпен, атпен қамтамасыз етіп көмектессе, оған жәннат болады деген кезде Расулullah саллаллаху алейхи вассалам сөзін біте салысымен Осман радиаллаху анху орнынан тұрып: Я Расулаллах, 200 сахаба мен мойнымда деді. Нешеу алды енді?
бауырлар, мына нәрсе бұл жерде айтып жатқан ғұламалар айтады, былайша айтқан кезде Осман радиаллаху анху ақшасын нәнеқа қойып ақырындап қосып жатқан жоқ. Негізінде шынымен жаңағы бірінші 100 адамға күш жетіп тұрған адам еді бұл. Енді Расул алейхиссаламның айтқан сөздерінен кейін бұл енді әрекет қылып жатыр. Сөйтіп есептеді, тәк мынандай адамдар бар, мен олардан кішкене алып, алыс берісім бар, соларды ала тұрайын мен. Деді де есептеп тағы да 100 адамды қосты. Я Расулалла, 200 адам мен мойнында, 200 адамды әскермен істейін деді, қамтамасыз етемін деді, қару-жарағымен бәрін. Пайғамбар қуанды. Кейін қайтадан сөзін жалғастырып, міне әскерді осындай көмектескендерге жәннат болады деген кезде Осман радиаллаху анху орнынан қайтадан тұрып 300 әскерді алды. Қанша әскер алды бауырлар? Міне осы Тирмизиде, Муслимде, Бухариде деген хадис екен. Сол кезде пайғамбар алейхиссалам сол айтып тұрған, уағыз айтып тұрған жерден түсті де былай деп айтты дейді Расулаллах. Фаназара Расулаллах алейхиссалам ва хуа яқул ма аля Усман ма амала ба'да хазики шей. Осман бүткіл жұмысты атқарып қойды, бұдан кейін не істейсіңдер қалғандарың деп айтты дейді. Яғни 300 әскер алған, ар жағында арзымайтын адам қалған секілді де мына жерде. Расулаллах солай деп айтты. Осман істеді ғой бәрінен. Енді бұдан кейін шаруа бітті деп есептейік, қалған енді өздерің көмектеспейсіңдер ме деген секілді сөз айтты дейді Расулаллах. Бұл міне басы не деп басталды хадисте? Кім көмектессе осы жолы не деп айтты? Есесіне Алла сол адамға жәннатты уәде етті деп айтқан еді. Ол бір дейді. Мына шейх ғұламалар айтып жатыр. Енді ол кісінің екінші сол жәннатқа лайықты болған осы жердегі жаңа 10-дықтан бөлек айтып жатыр бұл жерде. Пайғамбар алейхиссалам айтқан еді, "Ман хафара би'ран рума фалахул жанна." Мынау Мединеге келген кезде сол кезде құдық болған екен. Құдық, ол құдық платный болған, ақылы. Соны кім сатып алып, мұсылмандарға көмектессе, сол адамға жәннат деп айтқан Расулаллах. Кейін осыған Осман кіріскен. Осман радиаллаху анху осыған кірісті, бірақ ана сол құдықтың иесі оны былай толық сатпайтындығын айтты. Қанша сумманы айтса да сатпай қойды. Кейін оның келіскені бір күнге былай келісті. Яғни бір күн платный болады құдық, бір күн тегін болады. Сол тегін Османның шөтінен кетеді бірақ. Сол айтқан сумманы оған берді, соның есесіне екінші күн тегін қылып береді құдықтың иесі. Келесі күн қайттан платный болады. Оған күн ешкім бара алмай қалады. Одан кейін күн қайттан не болады? Яғни черезден тегін қылып қойды. Бірақ Осман радиаллаху анху өзіне мақсат қойды, иншалла деп айтан осы құдықты бәрі алам дегенде соңында алды соны. Екінші мәрте тағы да оқталып, сонымен құдық иесімен келісіп, айтқан нарқын тауып беріп, сол құдықты алып, бүткіл адамдарға тегін қылып берген. Ол құдықтың атын айтып жатыр не жерде? Рума деген құдық еді дейді. Соны Расулаллах айтқан еді. Кім Руманы алып мұсылмандарға сондай көмектесе алады деп. Бірақ соны істеу кімге нәсіп етті дейді? Османға нәсіп етті. Радиаллаху анху. Бауырлар, мына нәрсе екен. Бұл жерде шыны керек, біз бұл жерде не алып жатырмыз? Дәл Осман радиаллаху анху уақытында да біздің күнімізден ауыр, қиын күн болмаса, бұдан жеңіл болған жоқ. Ол кезде өте қиын заман, мүшриктер қаптап жүрген жан-жақта. Бұлар Меккеден Мединеге көшіп кетуінде сол себепті болды. Қиын заман. Саудалар да сондай оңай болған жоқ. Бәрін тастап Меккеге бұлар Мединеге келді. Оларға да дүние керек еді, оларында нәпсілері бар еді, оларында әйел бала-шағалары бар еді, оларға да қарау керек еді бұлар. Бірақ бұлар Алла пайғамбар бірінші орынға қойған сахабаларда бұлар ше. Нәпсісін жеңіп, дүниені Алладан сұрайтын еді, хайырлы қылып, бірақ соны сол жолына жұмсауды үйренген сахабалар еді. Біздер қазір Құдайға шүкір дейік бауырлар. Қазір біздің күнімізде, міне қазір Осман радиаллаху анхудың деңгейінде көп адамдар бар елімізде. Қазір еліміздегі шынымен зекет берсе адамдар, елімізде бізде мұқтаж адамдар қалмай қалады екен. Өйткені елімізде халықтың саны аз ғой бізде. Соның ішінде зекет, жаңа айтылған 18 миллион халық болса, соның ішінде 70% ғана мұсылман екен. Зекет 70% ғана беріледі. Қалған 30% мұсылман емес біздің еліміздегі. Зекет оларға берілмейді. Қазір еліміздегі зекет беретін адамдар, зекетін былай Құрандағы айтқаны бойынша есептеп тұрып шығарып бөліп берсе, зекет алатын кісілерге. Келесі жыл елімізде зекет алатын адамдар қалмай қалады деп жатыр. Олар да сол қаумақты ақшамен аяққа тұрып жүріп кететін дейді. Енді міне Осман радиаллаху анху жаңа айтқандай, сондай жерге барып қиыншылық көрсе де,
бірақ Аллаға деген, Расуллаға деген махаббаттары сондай болды, соған бұлар талпынып әрекет жасайтын еді. Мысалы айтатын болса, қазіргі күнде, 200 деп айтпай ақ қойын, сотка деген джипті айтайыншы, сотка деген джип. $5,000 сатылады деп интернет қойса, елдің бәрі кіріседі соған қазір. Бірақ оның онда джип мінетін жағдайы жоқ негізінде. Бірақ ол не істейді оған? Әрекет қылып, соны осы отқан бәріңіз әрекет аласыздар сол машинадан. Бірақ ондай ақша жоқ сізде. Қалай аласыз ол машинадан? Әрекет жасайсыз. Ана істемей атқан басың істеп кетеді сол жерде. Так, мен анаған звондаймын, оны алыс берсін бар, оны осылай есептей саламын, мына жағын сөйте саламын дейсіз де, бәрін келтіріп, ақшаны алып барып, ал машинаны бер дейсің. Оның машина болмаса, жағдайым жоқ қой енді. Зекет берейін ба, бермейін ба деп жүр ғой адамдар. Умраға барсам бола ма, болмай ма, қажылыққа барсам бола ма, ондай жағдайым жоқ деп адамдар. Ана квартира тұрып жатқанда есен шығып кетеді оның. Міне сахабалар бауырлар бізге солардың несін тәуекел бізге керек болып тұр қазір таңда. Аллаға тәуекел қылу осындай болады екен. Аллаға берсең, Алла Тағала саған еселеп береді. Енді Османға келетін болсақ, радиаллаху анху, осындай дүниесін Алла жолында сарптағаннан кейін де ол не болып қалған жоқ? Кедей болып қалған жоқ. Байып кетпесе, ары қарай байып кетті. Бірақ кедей болып қалған жоқ. Өткен Құран кәрімде осы жайында аят бар да, Алла айтады, біліп қойыңдар, шайтан сендерді зекет бергізбеу үшін, шайтан сендерді кедей болып қалудан қорқытады дейді Алла Тағала. Бірақ ақиқатында кедей болып қалмайсыңдар сендер дейді. Өйткені ризық беруші менмін ғой дейді Алла Тағала. Алла Тағала Раззақ деген есім бар. Раззақ, ризық беруші Алла Тағала. Біздер сонымен есептеп кетеміз ғой. Қой әлі мен жағдайым не емес екен, реті келген келсе болады ғой бәрі деп. Бірақ ақыретке Алланың жолында бауырлар, сахабалар осындай таласатын болған, соның ішінде Осман радиаллаху анху бәрінен ілгері алдында болды дейді. Одан кейін ол кісінің қасиеті, анна Расулуллах алейхиссалам хассаху бисафарат илал Құрайш яумил Худайбия, ولما حضرت البيعة رضوان جعل صلى الله عليه وسلم نائبا في البيعة عن عثمان. Хижреттің 7-ші жылында Пайғамбар алейхиссалам сахабаларымен умра қажылыққа барды. Меккеге келді умра қажылыққа. Бірақ сол жерде Мекке мүшриктеріне барып, олармен дипломатиялық жолымен сөйлесіп қайту үшін елші ретінде Османды жіберген Пайғамбар алейхиссалам. Міне қараңыз, батыр, бай, сахи бай. Сонымен қоса өте сауатты, хадис жаттап жүр. Сонымен қоса дипломат мына кісі. Яғни сыртқы адамдармен де мәмілені жолды білетін адам мына кісі. Әрқайсымыз осылай болуымыз керек екен. Қазір кез келген адамда, мысалға туыстарымыз, інішегіміз үйленіп келесі құдаларға сізді елші қылып жіберсе, сіз ана жақтың бәрін келістіріп қайтатын адам болып қайтуыңыз керек. Ояқман қырылыстырып төбелесіп қайтпай, өздері ғой жағама жармасқан деп. Бәлкім о жақтың бәрін, жатысын бәрін, жытысын келтіріп, бәрін риза қылатындай деңгейде қабілет болу керек бізде. Сондай адамдар дипломат деп айтады. Сол Меккеге барған кезде Пайғамбар алейхиссалам Османды жіберді. Кімдерге жіберді оны? Мушриктерге жіберді. Солармен барып, бітімге келіп, Пайғамбар алейхиссаламға олар рұқсат ету керек. Сөйтіп олар таваф жасап, осы жолы умра жасап, елдеріне қайту керек. Бірақ ол Осман радиаллаху анху қолына келген бәрі жұмысын жасады, бәрі әдемі болды. Бірақ мушриктің ішінде кейбір адамдар оны сыртынан басқа сөздерді айтқыздырып, оны қамап тастайды. Османды қамап тастайды. Кейін бұл сөз пайғамбарға жетті. Османды өлтірді деген сөз жететін жаққа қарай. Сөздер Расулullah сол жерде тал болған дейді. Меккенің сыртындағы тал. Сол талдың астында тұрып, бәрі қолдарын ұстап тұрып, сахабаларымен байғат береді. Байғат деген сөзді ант қабылдайды. Біз барамыз да Османды тірі болса құтқарамыз деді Пайғамбар алейхиссалам. Егер өмірден өткен болса, Осман үшін бәріміз өмірден өлеміз деді. Соғысамыз соңына шейін. Өткен біз жаман ниетпен келгеніміз жоқ екенімізді олар білді. Ешқандай қылыш асынып келмеген, аппақ киініп умра жасауға келді бұлар. Сол кезде сол жайында аят түскен. Пайғамбар алейхиссаламға сол талдың астында пайғамбарға серт берген, ұстасып тұрған сахабалар бәрі радиаллаху анхум. Солардың баршасына Алла разы болды деген аят түскен. Және Пайғамбар алейхиссалам сол кезде жанында тұрған сахабаның орнына екінші қолында қосып ұстады дейді Пайғамбар алейхиссалам. Мына Османның орнына деп айтты Расулullah. Яғни Осман бауырым қазір нерде ортамызда жоқ. Болғанда Османда қолым ұстап тұратын еді ғой біздің. Деп екінші қолымен Пайғамбар алейхиссалам Османның орнына ұстап тұрды. Мына қолым, екінші қолым Османның атынан болады деді Расулullah.
Сөйтіп сол жерде бәрі серт қабылдады бұлар. Бірақ бұл серт қабылданғаннан кейін мүшриктер де естіді де оны. Сөйтіп олар да тез арада адамын жіберді пайғамбар алейхиссаламға. Сөйтіп келісім шартқа отырады. 10 шарт болады сол жерде. Осман тірі екендіктен айтады. Осман келеді артынан. Жарайды, Худайбия келісімін сіздер оны сира деген сабақта өттіңіздер. Бұл жерде айтып жатқаны Осман радиаллаху анхудың қасиеті не болды деді? Ол кісі дипломат кісі болған екен. Барған жерде елдің бәрін ұрыстырмайды, керісінше бітімге келтіре алады. Ол үшін не керек адамның бойына? Сондай біліктілік, тәжірибе керек, білім керек. Өздерінің қуып жүрген мүшриктер жай адам қабылдай салмайды. Соған Осман радиаллаху анху соның бәрін басын бәйгеге тігіп, Алла үшін барып, соны бітімге келтіріп, бәрін әдемі жасап, осы Осман болған еді дейді. Одан кейінгі ол кісінің қасиеті ана Расул алейхиссалам шахида лаху аннаху юқталу мазлуман. Фақат ахража Тирмизи ан ибн Умар аннаху қал закара Расул алейхиссалам фитнатан фақал юқталу фиха хаза мазлуман ли Усман фа ахража Тирмизи айдан вал хаким ва сахи ибн Мижа. Пайғамбар алейхиссалам сол Осман радиаллаху анхудың зұлымдықпен шахид болатындығын тірі кезінде айтқан екен. Не деп айтқан Расул алейхиссалам? Осман бауырым шахид болады деген. Бірақ ол Османға деген сол кездегі жаман адамдар оған зұлымдық қылады деп айтқан. Сол зұлымдықпен Осман радиаллаху анху шахид болған бауырлар. Сол Құран оқып отқан кезінде үйіне бастырып кіріп, ол кезде халифа ол кісі. Үйіне бастырып кіріп, сол кезде сол қанын ағызып сол жерде шахид қылады. Сол Құран оқып отқандағы қан тамған Құран қазіргі күнде Ташкентте сақталып тұр. Сол Осман оқыған Құран сол. Оригинал қазір көрші мемлекетте неде тұр? Ташкентте тұр екен бауырлар. Не етіп қойымыз керек, мүмкін бір нәсіп етсе барып көрсек болады иншалла. Сол Османды радиаллаху анхуды міне шахид болатындығын пайғамбар алейхиссалам Алланың уахиімен айтқан екен алдын ала. Осман бауырыма сол кездегі сондай жаман адамдар деген зұлымдық қылып шахид қылады деген. Мынау Осман деген кім халифа болды? Али. Алла қаласа оны келесі дәрісімізде өтеміз иншалла. Сол Али радиаллаху анху халифа болған кезде бір топ адамдар келіп Алиға сұрақ қойған. Али деген, сен момындардың патшасы болдыңыз, сізге сұрақ қойайықшы. Қойыңыздар. Абу Бакр Сыдықтың уақытында заман тыныш болды. Ешқандай фитна болған жоқ, бәрі тыныш болды. Одан кейін Омар халифа болған кезде заман тыныш болды. Мұсылмандар арасында ешқандай фитна, алауыздық, соғыс болған емес. Одан кейін Осман болды. Османның уақытында тыныш болды. Бірақ сіздің уақытыңызда неге фитна көбейіп кетті? Сіздің уақытта неге осындай зұлымдықтар көбейіп кетті деп бір топ адам Алиға сұрақ қойған. Кімге? Али. Ол нешінші халифа ол? 4-ші халифа. Сол кезде Али радиаллаху анху керемет жауап берген. Сондай болды деген. Омар, Абу Бакрдың уақытында фитна болмаған деген. Өйткені оған Омар секілді адамдар бойынсынған деген. Омардың уақытында тыныш заман болған, оған Осман секілді адамдар бойынсынған деген. Менің уақытымда фитна болған, сіздер секілді адамдар маған бойынсынады деген да. Яғни сіздер сондай болғандықтан заман осындай болып тұр. Егер сіздер тыныш болсаңыздар, ондай болмайды фитна деген сөз айтты. Кім? Али айтқан. Мына сол Осман радиаллаху анху сол ұялшағымен сол кезде фитнаны шығарып, сол кісіні шахид қылды. Одан кейін халифа Али келген кезде ол фитна тоқтамады. Соны айтты дейді пайғамбар алейхиссалам, Османға бір топ адам зұлымдық қылатындығын айтқан. Одан кейінгі қасиеті Осман радиаллаху анхудың аннаху қама битаусиатил масжид бада ан иштара маназил мухита бихи ва даммаха илейхи кама зада фи масжид ал-Мадина ва вассааху ва банаху бил хижаратил манқуша. 13-ші қасиеті Осман радиаллаху анхудың ол кісі мешіт соғуға құмар адам болған. Не істеуге? Мешіт соққанға. Көп мешіттер соққан адам болған кісі. Пайғамбар алейхиссаламның да мешіттін кеңейткен осы кісі екен. Қазір Расул алейхиссалам мешіті өте үлкен ғой. Уақытында онда үлкен болмаған. Осман радиаллаху анху сол бүткіл дүниесін салып, пайғамбар алейхиссалам мешітінен бастаған екен, өте үлкен қойған. Оның сырттарындағы іштеріндегін өте нақышталынған, оюланған кірпіштермен салғызған дейді. Өте қымбат оның бәрі дейді. Содан бөлек Османның уақытында дәл сол кісінің тікелей өзінің қаражатынан көптеген мешіттер тұрғызылған екен. Бауырлар, бізде осы нәсіп етсін иншалла мешіт соғуды. Тым болмаса бір мешіт соғамыз деп өзіміз ниет қылып қояйық иншалла. Алла үшін деп.
Қарағандыда бізде бір бауырымыз бар, енді Алла қуат берсін ол жігітке. Сол жігіт өткен жыл 2 мешіт соқты. Биыл 2 мешітке кірісті және. Мен оған айтамын да, бауырым, Алла разы болсын, бірақ сізге қараймын, өте үлкен мақсат қойғансыз деймін де алдыңызға. Өткен адамдар 1 мешіт соға алмай жатыр. Алла субхана сізге нәсіп етер, әр жылда 2 мешіттен соғып кетіп барасыз десем, күледі ол кісі. Енді сіз сұраған екен айтайын дейді, мен айтады. Осыдан бірнеше жыл алдын бір имам өшіде айтқан еді бізге дейді. Қарағанды бойынша есептеген екен ол имам. Ауыл аймақты бәрін қосқан кезде 83 мешіт керек екен оларға. Мен сол кезде Алладан сұрап өзіме ниет қылғам сол кезде. Я Алла, сол 83 мешітті мен соғам иншалла деп. Содан бері сенесіз ба дейді. Алла нәсіп етіп келе жатыр, реттеп келе жатырмын дейді. Алла үшін мен 2 мешіт соқсам дейді, Алла маған 1 үй береді дейді. Өзің айтқаны. Мен мешіт соғам, қалай 2 мешіттен бітеді, Алла тағала мияқтан ана өзінің бизнесім бар, Алла берекет береді де, маған үлкен бір коттедж береді дейді Алла тағала. Постоянно сондай болады менде дейді. Жаңа жігіттің айтамын да, мен дәл ойлағандай болды ғой дедім да, қанеке деймін. Алдынан қандай мешіт қойған ол жігіт? 83 мешіт соғам деп өзіне мақсат қойып алған. Иншалла тірі болсам, Алла нәсіп етсе деп, қазір қарап отырсам, ана жігіт ешкімнен кем емес. Алдында кетіп бара жатыр, бірақ мешіт соғу жағынан да мүлдем алдында кетіп бара жатыр. Міне Осман Радаханұлы да осындай мақсат қойған екен бар алдына. Бәрін істейтін Алла, мүлік Алланыкі. Біз кейде өзіміз ойлаймыз ғой. Ол қиын ғой ол. Деп өзіміздің қалтамызды санай бастаймыз ғой. Бірақ Алланың қазынасының байлығы шексіз ғой. Сол жерде қазақ сол деп айтқан екен, жақсы ниет жарым ырыс дейді. Ниет қылудың өзі де бұл тектілік екен. Жақсы нәрсені көрген кезде жақсы адамдар соған жақсы ниет қылады екен де, жаман адамдар оған күмәндана бастайды. Қалай істеп жатыр мына нәрсені бар? Не істеп жатыр сонда бұл адам? Оны тексеру керек қой, что-то оны. Фимпол қайда қарап жүр оны? Деп біреудің істеп жатқанын тексергісі келіп тұрады біреулер. Мысалға да, ол қарамай алдына шауып бара жатыр. Жақсы амал істеу жағынан озып бара жатыр. Бала Осман Радаханұлының біздің алатын пайдамыз сол екен. Міне Осман секілді Алла нәсіп етсін біздерге де иншалла. Тым болмаса 1 мешіт соға ниет қылып қояйық бүгін иншалла. Болмаса 10 мешіт ниет қылыңыздар иншалла. Қазақ айтады ғой, түйе сұрасаң, ие. Осман жайында айта берсек әңгіме көп. Радиаллаху анху бірінші бойында қасиеттерін ғұламалардың тізгені бойынша өтіп шықтық иншалла. Соның бәрін жазып жүріңіздер. Келесіде немен келіңіздер жазатын. Мен келесіде сұраймын. Қазақ айтады, бір алдында сұрауы бар дейді. Субханака астағфирука ва атубу илейк, я рахман рахим. Естіген білгенімізге амал етуіміз баршамызға нәсіп еткейсін. Алла тағала осы Осман радиаллаху анху секілді біздерді және бізде ұрпақтарымызды өзіне үй алатын тақуа құлдардан бол нәсіп еткейсін. Осман секілді баршамызға хайырлы байлық нәсіп еткейсін. Сол байлығымызды сенің жолыңда, Алла жолында, елімізге, халқымызға, дін жолында жұмсауды біздерге өзің нәсіп еткейсін. Алла тағала осы мешіттеріміз жамаатымызбен көркейе берсін. Имамдарға, ұстаздарға Алла қуат берсін. Жамааттарымызға ауыз бірлік беріп, алауыздықтан, шайтанның уасвасасынан, фитнадан өзің аманда еткейсін.